Ақтауда 5 жасар қызы зорлады деп айыпталған жаттықтырушыларға сот үкімі шықты. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқалардың хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк түймесін басып, арнамызға жазылыңыз. Ақтауда 5 жасар қызы зорлаған ер адам 20 жылға сотталды. Бұл туралы Маңғыстау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының баспасөз қызметінде хабарлады. 2022 жылдың 28 желтоқсанында қыз баланы жыныстық сипаттағы өзге де зорлық-зомбылық әрекеттері үшін айыпталушыға қатысты бірнеше рет Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 121 бабының 4 бөлігі қылмыстық іс қозғалған. Прокурор қылмыстық кодексінің 121 бабының 4 бөлігі бойынша сотталушыны кінәлі деп тануды және 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Ал жәбірленушінің заңды өкілі сотталушыға өмір бойына бас бостандығынан айыруды сұрады делінген баспасөз мәліметінде. Сот үкімімен 2017 жылы туған қыз баланы зорлаған ер адам қылмыстық кодексінің 121 бабының 4 бөлігі бойынша деп танылды және 20 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.